Сперматозоидтың құрылысын 1 минутта үйреніп ал. Достар, қараймыз. Сперматозоид негізі басынан орталық бөлігі парс медиа және құйрығынан тұрады. Басы мен орталық бөлігін қарайтын болсаңыздар, қасыққа ұқсас. Сперматозоидтың басында ядро орналасқан. Бұл жерде гаплоидты хромосома жиынтығы бар. Демек 23 хромосома. Бұл жерде арнайы генетикалық ақпарат сақталады. Сперматозоидтың басының аймағын қарайтын болсаңыздар, акросома дейтін құрылым бар. Бұл жерде арнайы фермент акрозин бөлінеді. Оның негізгі қызметі аналық жыныс жасушасының қабығын еріту арқылы генетикалық ақпараттың аналық жыныс жасушасына беруіне атсалысады. Достар, сперматозоидтың басы мен орталық бөлігінің арасында мойын орналасқан. Мойны аймағына жақын бізде арнайы құрылым центриоль немесе центросом орналасқан. Бұның негізгі қызметі ұрықтанған жасушаны әрмен қарай бөлінуіне жағдай жасайды. Сонымен қатар сперматозоидтың құйрығын қозғалыс қызметіне атсалысады. Енді орталық бөлігі парс медиа. Бұл жерде митохондрия бар. Оның негізгі қызметі АТФ синтездеу, яғни энергия бөлу арқылы сперматозоидтың қозғалысын қамтамасыз етеді. Ең соңғы бөлігі бұл құйрығы деп атаймыз. Құйрығының негізгі қызметі сперматозоидтың активті қозғалысына жауап береді. Егер видео пайдалы болған болса, арнаға тіркел.